неге енді ұмытып қалып бара жатқан тағамның біреуі майсөк деген тардан жасалатын майсөк деген тағам. Енді оған мына тарымызды жақсылап жуып алдық. Енді оның үстіне мына қантымызды саламыз. Дәмді болу үшін әркім өзінің қалауына қарай салады. Оның үстіне мінекей жақсылап араластыр. Мінекей сосын оның үстіне былай сүтті құямыз. Сүтті құямыз. Бұлға қанша екенін көрейін. Болды. Астын жағып жіберейін. Бұлғап тұрып, астын жағып жіберейін. Бұлғап тұрып, сосын бұлғап тұрып, қазір не қылады піскенше. Осындай қылып майсөкке тарымызды бір қатар қайнатып алғаннан кейін сүтке осындай қылып жайып кептіреміз, кішкене сорқырып кептіреміз. Содан кейін барып жасаймыз мінекей. Май араластырамыз мінекей енді. Ал майды араластырып мінекей. Майды араластырып болып, мына ыдысқа салайық. Мына кесені былай қылып ойбай құрғылай кеп қалайнек салып алуым керек. Мына майсөгіміз дайын. Дәмін татып қарай берсеңіздер.